Отбасын ойрандаған дуа. Есік тарсылдады. Күлімхан апа қызымен шүйіркелесіп кешкі шайларын ішіп отырған. Үйде отағасы да жоқ болатын. Аяғы ауыр қызын бір нәрседен шошынып қалар деп өзі жалғыз сыртқа шықты. Дала көзге түрткісіз қараңғы. Тарсыл қақпа жақтан шығып жатыр. Көк дарбазаны құдды біреу кіргісі келгендей итереді. «Кім бұл?» деп дыбыстады. Үн жоқ. Бойын үрей билей бастады. Қақпаның арғы жағындағы дыбыстың тылсым дүниемен қатысы барын жан дүниесімен сезінгені. Тілін кәлимаға келтіріп 3 рет бисмиллахир-рахманир-рахим деп еді. Дала тым-тырыс тына қалды. Аздаған жел ғана қақпа жанындағы ағаштың жапырақтарын сусылдатып тұр. Сескеніп кеткен Күлімхан үйге жедел кірді. Қызын қорқытпайын деп еш нәрсе айтпады. Көрер таңда еле кезіп әзер атқызған Күлімхан ерте тұрып қақпа жаққа баруға жүрегі дауаламай, көршісі арқылы көше бойымен жеткен. Ары бері жүрген жүргіншілер дәтке қуат. Қақпаға жақындағанда түйеулі аздаған шаштың қылы жабысқан 3 орамалды көрді. Таяқпен түртіп көріп бекер еместігін сезініп, бірде молдаға шапқылап кеткен. Келе жатып кешегі қақпаны тарсылдатқанмен орамалдың бір байланысы бар-ау деп ойланады. Күлімхан апаның әңгімесін үнсіз тыңдаған, орамалды ары-бері таяқпен итерген молда орамалдың астына от қойып өртеулерін, оттың қызуына аулақта жылуын сезінбеулерін ескертіп кетіп қалды. Күндегі уақыттан кештеу ырың-жырыңмен таңғы асты қолдарына алған сол еді, қызының ұялы телефоны шырылдап қоя берді. Суыт хабар көрші ауылда тұратын баласынан екен. Келіндері бақилық болыпты. Аса қайғырмаған Күлімхан мен қызы сауап бопты дегендей бір-біріне қараған. Жалпы бұл отбасының келіндеріне қандары қараятын дайы бар. Осы үйдің жалғыз ұлы Серік жасы 30-дан асса да үйленбей жүріп қалды. Таныстырған, құдаласқан жерлерді ол жақтырмай, өзі ұнатқан қызды әке-шешесі құп көрмей біраз уақытта араға салды. Ерте кетіп кеш келіп, көрші ауылда тып-тыныш жұмыс істеп жүрген. Кейіннен қонып қалатын болды. Ұлын 2-3 жетілеп көрмейтін болды. Сонда да мән бермеген. Артынша ел ішінде гүгу әңгіме өршіп кетті. Елдің қауесетіне қараса, Серік 2 баласы бар, күйеуімен ажырасқан, ажардың үйіне кіріп алыпты. Бастапқыда дайын төсек, дайын ас болғаннан кейін шығар, деп Серікке жайлап түсіндіріп көрген. Өз сөзінен басқаны құлағына ілмеген Серік үйден чемоданын арқалап бір-ақ шықты. Серіктен 7-8 жастай үлкендігі бар, бұрын есік көріп келген, ажардың қандай тартымдылығы барын кім білсін. Намыстанған туыстар жабылып, Серікті байлап матап үйіне қайта-қайта әкелген. 2-3 апта өтсе де, ұмытар, басқа жаққа жұмысқа жіберерміз деп. Бірақ тыныш таппаған Серік мүлде басқа мінез танытып, елді таң қалдырды. Жынды адамдай аласұрған ол молданың демімен ғана бір шама уақыт тынышталып, қайтала сұратын. Молданың сөзі елді естен тандырды. Ажар Серікті өзіне қарату үшін дуа қолданған екен. Қатар жатқан 2 ауыл дүр сілкінді. Дұғалау дегенді бұрын кім көрген? Серіктің үйге байлап қойып, әкесі ел кезіп, үшкіргеннен қалмайды, түшкіргеннен жоқ болады деген бір ілімді молда тапқандай болды. Шымқала жақтан. Ұлының суретін алып кіргеннен шыққаны тез болды. Ұлдарыңыздың жұбайы ең ауыр дұғаны құлпымен оқытқан. Құлпыны ашу үшін ілімді деген 10 шақты молда қоршай отырып оқуы тиіс. Оған бір менің шамам жетпейді. Құлпы ашылмайынша балаңызда бостандық жоқ. Үйірмен мал бағып, жермен айналысатын әкесі мол қаражат ұсынса да, ілімді молда сыпайы шығарып салады. Адам айтса нанғысыз ертегі болғанымен, Серіктің соңғы кездері мінезі кілт өзгергені рас. Байсалды, тұйық мінезді, ол жоқтан өзгеге күлегеш болып кеткен. Ана ел жоқ жерде өзін жайсыз сезінгені соншалықты, бірде ауруханаға түскен ажардың палатасының алдында қоныпты деген сыбыс бар. Осы уақыт аралығында
Күлімхан да тек жатпай қара магиямен айналысады-ау дегендерді жағалап іздеп жүрген. Іздеп жүріп көрші ауылдан бір татар кемпір тапты. Бұл кезде Ажардың аяғы ауыр еді. Балаларыңды қайтара алмауым мүмкін, бірақ дуакеш келінге бір шарасы болар, деді кемпір мол ақшаны алып тұрып. Мейлі, ол қиналып ішіндегі баласымен өлсе, қуанар едік, деді Күлімхан мен қызы ашынып кетіп. Арада бір шама уақыт өткенде жаңа босанған, әлі 40-қа да келе қоймаған Ажар ауырып төсек тартып жатып қалды деген сыбыс шықты. Нақты диагноз қоя алмаған дәрігерлер бастапқыда дәрменсіздік танытқан, анық 7 ай өткенде барып асқынып кеткен жатыр ісігі деп үмітті Құдайдан күтіңдер деген. Көп замай артына 3 бірдей баланы тастап Ажар ана дүниеге аттанып кетті. Бұл сол дарбаза тарсылдайтын түні екен. Ажардың көрін қазуға барғандар көр ішінде қара шұбар жыланды көргенін айтады. Бәлкім Ажардың ана дүниедегі алғашқы жазасы осы болар. Қалай десек те, бүгінгі заманда дуа деген сөз жаңалық болудан қалған. Дуа негізінде сонау Мұхаммед пайғамбарымыздың заманынан бұрын келе жатқан қара ниетті адамдардың істерге айласы қалмағанда қолданар қаруы. Дуаға қарсы ешқандай заң да, жаза да көрсетілмеген. Қанша отбасы осы тылсым қара күштің кесірінен шайқалды. Әлбетте, Ажар Алла алдында өз күнәсіне жауап беріп жатқан болар. Ал Күлімхан мен қызының ар алдында да, Алла алдында да жауап берер кезі туары хақ. Ажар қайтыс болғаннан кейін де сол ауылдан шықпай қойған серік 3 жылдан кейін жол апатынан қаза тапты. Ал анасынан ерте айырылған Өміржанды Күлімхан апаның өзі тәрбиелеп отырған көрінеді. Әкеңді анаң жұтты, ал анаңды апаң жұтты деген қорқынышты бір сөзді кейін қалайда еститіні аян.